тимейді, әрі біздің сөтірған еш нәрсе жоқ. Оны ағайын туыспен шешкеніңіз әлдеқайда жақсы. Бізде қоңырау бар. Ассалаумағалейкум. Алло. Алейкум ассалам. Жақсы, рахмет, Алла разы болсын. Тыңдап тұрмын, Қазақ радионың әуе толқынындасыз. Тамаша. Жақсы тыңдап тұрмын. Берса. Сауалыңызды айтыңыз. VIP дұғадан ба? VIP дұғау керек па сізге қарыздан құтылатын? VIP дұғалардан жақсы ғой. Ең қарыздан жақсы құтылудың екі-ақ жолын ұстаңызшы. Біріншісі, әрдайым истиғфар айтып жүріңіз. Құдайдан кешірім сұраңыз. Екінші, кез келген қарыздан құтылудың жақсы жолы бір қарызды екінші қарызбен жаппаңыз. Бізде қарыздан шыға алмаудың бір жолы көп адамдардың. Ол бір қарызды бір қарызбен жабады. Біреуден құтылу үшін біреуден барып қарыз алады, одан жабу үшін үшінші адам барып сөйтіп бұл бітпейтін дүние. Бұның басы неден басталды? Бұның басы Дайрабайдың қара сиырынан басталды дегендей, ең бірінші ниеттің дұрыс болмағаннан. Кез келген нәрсені алға бастыратын да, кез келген нәрсені жоққа шығаратын дүние ол ниет болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Омардан жеткен хадисте сол үшін соны айтады. Барлық нәрсе ниетке байланысты дейді. Кез келген жақсылыққа жеткіңіз келе ме, басыңыздағы уайымнен құтылғыңыз келе ме, ниетті туралаңыздар. Ниетпенен атамыз қазақ айтады, арманға жетесің, ниеті жаманды түйенің үстінде ит қабат дейді. Сондықтан ниетті туралаңыз, беру ниетіңіз болса, бұл күнде артта қалады. Өзі қай уақытта болса да біліңіз, адам жақсылығы алдына келеді. Қарызбын деп түңіліп, басыңызды төмен салмаңыздар. Құдайға шүкір, Құдайға біреуге қарыз болсаңыз да денсаулығыңыз бар ғой. Көзіңіз көреді, бала шағаңыз бар ойнап жүрген, Құдай қосқан жарыңыз бар. Демек, көретін күніңіз бар әлі жақсылығыңыз бар деген сөз. Сондықтан үмітіңіз үзілмесін, дұғада бола беріңіз, Құдай береді. Тағы қоңырау бар. Ассалаумағалейкум. Алло. Алейкум салам. Тыңдап тұрмын ағасы. Әумин баршамызға. Иә. Баяғыда бір естіп радиодан қазақ діни басқармасы 30 сәуірді орыстардың родительский день дейді ғой. Иә. Сол 30 сәуірді сондай бекіткен. Біздің қара көз қазақтардың көп білмейді. Соны түсіндіріп берсеңіз, сол барма жоқ па штаб ана кешке барып святой тазалап құра бастап пайдалы 30 сәуірді. Соны айтсаңыз. Екінші сұрағым, менің қарындасымды тағы да жанды жатқан қайтыс болып кеткен жауап соның төңірегінде жатқан кісілерге бір кісілерге көздерін тұталап ой қойып кетті. Періште қомасы деген ғой дейді. Соны ауыстырсам деп содан қорқып жүр. Несін? Жоқ, ана реставрация жасаса бола ма? Собордарда кішкене қисайып қалды. Соның бәрін түзетіп алсаңыз бола ма? Қорқатта сондайдан адамдар көп. Түспей деп қояды. Анау құлағанша, шығып кеткенше істейді да көп. Жақсы, түсінікті аға, рахмет, Алла разы болсын. Жалпы біздің салтымызда зират жаңартпайды деген сөз бар. Жаңартпайды деген сөз ескі бұрыншы қойғаныңызды бұзып салып, қайтадан қойға болмайды. Ал енді бұрынғы қойғаныңыз сәл ескіріп, құлап бір шеті мүжіліп жатса, немесе сырланған жері тот басып жатса, оны қайта басынан сол келген орнын келтіріп, жазалап, реттестіріп қоюға болады. Оны қайтадан жаңартып, басқа тас қойып, басқа қаша қойып, немесе ауыстырудың қажеті жоқ. Сол бар нәрсесін сақтап тұрса болады. Ал енді жалпы дүниеден өткендерге дұға қылу, басын тазалау деген сынды дүниелер, белгілі уақытта біздің бір жүйесіздік пайда болып, қараусыз қалып кеткен жағдайлар көбейген кезінде, марқұм Әбсаттар Қажы Дербісәлі Хазірет муфти болып тұрған тұсында осы күнді белгілеген рас. Бірақ бұның кішкене бір жағы, кейбір облыстарда сәуір уақытысында сәл ауа райы сәл жылайды, кейбір уақытта сол күні қолайсыз болып қалуы мүмкін. Қар ермей деген сияқты.
Сол кезде бір-бірімен ұйқаспағандық кездескен еді. Соған байланысты облыстардағы жағдайға байланысты бұл күндерді барып тазалап, басына дұға қылып, өйткені тазалық бізде тек қана белгілі бір күнге байланбай, барлық күні мүмкіншілігіңіз болған кезде барып тазалап отырса, жақсы дүние. Және қоңырау бар бізде. Алло, сәлеметсіз бе? Иә, естіп тұрмын сізді, саламатсыз ба? Алейкум ассалам. Енді сіз басқа уақытта аяғыңыз ауыр болмаған кезде намазыңыз бүтін болса, енді жақсы. Әйел адамның бала көтерген кездегі ахуалы өте толғандырады, өйткені сіз айтқандай жерік болады, кейде әлсірейді, кейде мінез өзгереді. Сондықтан ұйқыға жерік болады. Әйтеуір сондай бір дүниелер, өзгерістер бір адам емес, екі адам болып өзгергеннен кейін сондай дүниелер болады. Сол үшін ондайға мән бермей қоюға шақырамын біріншіден. Ал енді екінші, намазыңыз қаза болып жатқан жағдай болатын болса, онда ол намаздың қазасын оқиды. Шамаңыз келгенше қаза қылмауға тырысыңыз, жаратқаннан сұраңыз, дұға қылыңыз. Ал енді қаза қылып жатқан болсаңыз, сол күні қалдырмай 5-ге дейін оқыңыз. Өйткені сіздің жағдайыңызда бұл сәл ауырлақ шығар. Енді тұру, қиналып жатсаңыз, Алла жеңілдігін берсін. Сәлеметсіз бе? Қалай хабарлассам болады деп жазып отыр екен. Бізде Астана қаласының коды 7172 75 студия телефоны, тікелей хабарласа аласыздар. Және 8700 755 3355 деген WhatsApp номері сіздерге қызмет жасайды. Телефон бар бізде тағы да. Ассаламу алейкум. Оу, алейкум ассалам, тыңдап тұрмын. Иә. 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 Иә, дұрыс сұрадыңыз. Жалпы осындай, рахмет, осындай зират басын бір құрылыс жүргізгенде немесе бір нәрсе соғып бастаған кезде қалған дүниелерді көп жағдайда алуға болмайды деген түсінік пайда болып, соны бір қоқыс сияқты итеріп тастап, жаңағы раствор езген ыдысы, корытасы бір жағында, қоршаулары, фундамент қиған апалыпқалар бір жерінде қалып тастап кете береді. Ең сорақысы, оны қасында жатқан зираттың үстіне жинап қоятындар бар. Үстіне таптап, бұл мүлде дұрыс нәрсе емес. Біріншіден, алып кетуге бола ма? Алып кеткеніңіз дұрыс. Зираттың басын барып қоқысқа айландырмаңыздар. Жаңа ғана айттық, біз тазалай алмай жатырмыз. Тазалай алмай жатқан кезде сіз ол жерде зираттың басын көбейтпеңіздер, иә? Қоқысқа. Енді алып кетіңіз. Енді алып кеткіңіз келмесе, сол зираттың басына үйлер соғылған, немесе бір навестер соғылған күркежайлар сол жерде жинап қояды. Қалған цементін, құмын, тасын, қапшықтармен жинап, әдемілеп, мәдени қойып қояды. Сонда керек адам кейде алып жатады. Жасыратын жоқ, кейде сәби балдар сондай болып қалған кезде, шетінеген кезде соған пайдаланып жатады. Сондықтан қалдырсаңыздар болады. Тағы қоңырау бар екен. Ассаламу алейкум. Алло. Ассаламу алейкум, Нұрланима. Мен арақ ішпеймін, бұрын да ішпедім. Бұрын ішкендер оразап ұстап жүр. Неге ораза ұстамайсың деп басымда ұртады. Кімдікі дұрыс дейді. Енді ол бұрын ішкен болса, бұрын ішкен шығар, енді бүгін ішпей жүр ғой. Сізді жақсылыққа шақырғанға ренжімеңіздер. Сізді жақсылыққа шақырған кімде болса, оның бұрынғы өмірін қайтесіз. Өткен өмір өтті, адам өзгерді. Қайта білесіз бе? Сол ішімдігін қойып өзгерген адамдікі қабыл болады. Неге? Өйткені ол сондай лас нәрседен шығып, өмірін өзгертіп, жақсылыққа бет бұрды, үмітін үкіледі, жақсылыққа ниет жалғады. Сіз қайта қабыл болсын деп айтыңыз. Иә, бұйырса келем, бұйырса бастайым дегеніңіз жақсы болады. Қашанда жақсылыққа шақырған адамды түртпеңіздер. Иә, жақсы, рахмет деп бір ауыз сөз айтқан, сізді жаманшылық етіп жатқан жоқ қой. Сізге жақсылық сөз айтып жатыр. Бірақ әлбетте айтқан адамда мынау
уағыз айтқан осы екен деп жекіп, жерден алып, жерге салып, оның кәдімгі кешегі өз күніңізді ұмытып кетпеңіз, кеше кім болғаныңызды рөлге кіріп кетіп, жаңа сен бәрің тозаққа түсесің дегендей, ол жақсы дүние емес. Өзіңіздің өміріңізде мысал келтіріп айтсаңыз жақсы болады. Қазір мысалы мен осылай істеген едім, қазір міне мынандай болып өзгердім десеңіз, әсерлірек болады. Және уағыз айтудың да өзінің бір орны болатын шығар. Және қоңырау бар, біздің студиямыз дамыл таппай жатыр, тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Неке қиғанда азаматтық хал актілерін жазу, немесе қазіргі уақытта электронды түрде сонынан өткізіп жатыр, білесіздер. Бұл біз талап етеміз. Неге? Өйткені мемлекеттік тіркеудің болуынан кейін ғана неке қиямыз. Бұны талап етуге де сіздер дұрыс түсініңіздер. Неге? Өйткені біздің кейбір қыздарымызға неше түрлі жұмсақта жылы сөздерді айтып, олардың эмоциясына, сезімінің үстінде ойнап, көп адамдар неке қиып алып, оны кейін талақ деп тастап кеткен жайлар өте көбейіп жатыр да. Сондықтан бұл нәрсені болдырмау мақсатында, әрі мемлекетіміздің заңын, тәртібін ұстау мақсатында келешекте ұрпағымыз дұрыс өсу үшін біз міндетті түрде осыны талап етеміз. Сондықтан мешітте бұны сұрайды. Біреудің зиратын тазалау. Біреудің зиратын тазалауға бұл мәселе былай деп айтсақ болады, қалай десем болады. Яғни біреудің зиратын тазалаған кезде ол жақсы нәрсе, бірақ сол адамның жаңа дұрыс үстін баспауға тырысыңыздар. Бұл аса маңызды. Кез келген зиратты баспау жүруге әрекет қылу керек. Тыңдап тұрмын, тағы да қоңырау бар бізде. Ассалаумағалейкум. Сәлемес пе? Тыңдап тұрмын, айтыңыз. Құмарлыққа кірген адамды Құранмен қайтаруға бола ма? Сосын намаз оқыған кезде ештеңе беремін да, соңғы бір аптада 10 күндей болып намазыма тұрады алмай таң намаз оқушы едім. Оны қаза намазға оқып біздің жалғастырып кетуге бола ма? Жақсы, құмар ойынға түскен адамды міндетті түрде өзінің сонда құмар ойыннан шығаратын орталықтарына қаратуға шақырам. Қазір мына интернетте емдеп жіберемін, WhatsApp-пен емдейтіндер шығыпты, онлайн емдейтіндер де бар екен. Бұның барлығына алдана бермеңіздер. Өзі көп уақытта қазір алаяқтыққа, жер бетіндегі ең көп қылмыстың біреуі, Құдай біледі, осы алаяқтық шығар. Осы алаяқтыққа алданып миллион миллиардтаған ақшаларымыз шетел асып кетіп жатыр. Және оны табудың жолы өте қиын. Бұл бір. Екіншіден, арнайы орталықтар бар. Екі. Үшіншіден, дұға қылу менен сұрауға бола ма? Әлбетте сұрауға болады. Ол адамды бір жақсылақ, бір амалға жақындатыңыз. Мысалы, құмар ойнайды, бірақ намазға жақындатыңыз. Ораза ұстасын. Әйтеуір бір жақсылыққа келтіңіз. Мынау жуырда ғана осы оразаның кезінде біздің Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының зерттеу нәтижелері елімізде арақ сататын дүкендердің және арақ сатылудың азайғандығын және бір түгелдей Қазақстанда көптеген ауылдардың арақ ішуден түгел бас тартып жатқанын анықтады. Бұл білесіз бе, үлкен өзгеріс. Біздің жастарымызда өзгеріс, қоғамдағы өзгеріс. Бұл жақсы бір белең алып келе жатқан ұлттық бір өзіміздің жаңалығымыз деп те айтсақ та дұрыс болатын шығар. Сондықтан сол тіпті ішкен адамның өзін, құмар ойындағы адамның өзін бір жақсылыққа жақындату арқылы біз сол жаманшылыққа жеңуге қадам бастаймыз. Ал енді таң намазға тұра алмауыңызды айттық. Көбінесе тұрудағы ең ұлы нәрсе ниет болып табылады. Ниетті туралаңыз және дұға. Көбінесе жаратқаннан сұраңыздар, мені таң намазына тұрғыз деп. Ал енді намаз уақытысында оқылса сауап аласыз, және мойнынан парыз түседі. Ал егер уақытысында оқылмай қазасын сіз айтқандай оқитын болсаңыз, онда қарыз мойнынан түседі, бірақ сауабы болмас екен. Және қоңырау бар бізде. Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіз бе? Қай өңірден қоңырау шалып тұрсыз? Тамаша, тыңдап тұрмын сізді, сауалыңызды. Иә, тыңдап тұрмын. Одан кейін 3 айдан кейін қосылдық, бірақ соңғы қайтадан әйелі басқа біреуге тұрмысқа шығып, одан кейін барып тек қана үйлене алады деген сияқты естілер. Сол қаншалықты? Жоқ, енді қосылып алғаннан кейін қайта біреуге барып шығып, однокласснингізге күйеуге шығып алып, одан қайта ажырап, қайта қосылып жатудың қажеті жоқ шығар енді. Ақыры қосылыпсыз енді болды. Бұл бір.
Екіншіден айтпақ болғаным талақ мәселесін бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының пәтуа бөлімі бар, сол жаққа қайырыласыз. Бір, екі. Үшіншіден мән жайды сізден ғана емес, сіздің жолдасыңыздан да сұралады. Өйткені талақтың иесі ол. Үшінші орында талақты нақты қандай сөзбен берді? Ол талақ берілу бір басқа, талақтың түсірілуі деген дүние бар. Ол түсірілді ме, түсірілмеді ме? Соның бәрін анықтайды. Сол үшін сол жерге хабарласасыз, мән жайды анықтап, содан кейін сізге үкімін айтатын болады. Және қоңырау бар бізде. Мына WhatsApp-тағы сауалдарды оқып үлгере алмай жатырмын. Кешірім сұраймын. Бірақ басым көпшілігі осы неке төңірегінде екен, осы бағыттағы сауал. Тыңдап тұрмын, әлі. Ау, ассалаумағалейкум. Я айтыңыз сауалды. Қандай бағытқа түскен адасу? Не адасу? Сектаға түсті ма, ойын құмарлық па? Қандықты? Ол кез келген қазақ баласының, мұсылман бауырымызда, мемлекетіміздің азаматын қорғап қалу біз үшін міндетті болып табылады. Жалпы зияндық дұрыс туралы көп сұралып жатыр екен. Зияндық жасалса, мен біреуге амандассам, ол амандаспады, жауап бермеді. Қалайша қайтарам? Білесіз бе? Сәлемді біз жауап беру үшін бермейміз. Біз сәлемді бере береміз, жауап берсе де жауап береді, жауап бермесе бізге періштелер жауап беретініне сенеміз. Ассалаумағалейкум деп, армысыз деп, амансыз ба, сәлеметсіз бе? Кез келген амандасудың түбінде бауырмашылық, ағайындық, бір-біріне қамқорлық, бір-біріне мейірімдік тіледі. Сондықтан амандасуға өзі сөз атасы сәлем дейді қазақ халқында. Сондықтан амандаса жүріңіздер. Осы жерде бір оқиға есіме түсіп кетті. Мына шетелде бір мына ет шығаратын мясокомбинат дейді ғой. Сол ет өңдеу зауытында бір әйел кешкерек жаңағы еттердің бір жағдай болып, үлкен тоңазытқыштың ішіне кірген екен. Тоңазытқыштың ішіне кірген кезде есік бірден шарт жабылып қалады да, бұл есік тек қана сыртынан ашылады. Ішінен енді малдардың еті шықпайды ғой сыртқа, сондықтан ондай ашатын есігі жоқ екен тұтқасы. Содан әйел есікті ары ұрады, бері ұрады. Әлбетте ол толық ауа кірмейтін болып жасалғандықтан дауысын ешкім естімейді. 4 сағат ішінде суықта қалып қояды. Енді өлуге жақындаған кезде сол жаңағы мекеменің ет шығаратын жердің қарауылы келіп есікті ашқан екен. Сол кезде әйел жылынып болып, сен неге есікті аштың, қалайша есікті аштың деген кезде, сіз әрдайым, мен осы зауытта 17 жыл жұмыс істеймін. Сіз 17 жыл бойы менімен кірген кезде амандасып, кетер кезде қоштасып кететін едіңіз. Сіз кірген кезде менімен амандастыңыз, қоштаспадыңыз деген екен. Сонда сол қоштаспағаныңыз үшін сіздің осы жерде бір қиыншылықта қалып қойғаныңызды білдім деп іздеп шыққан екен. Міне мәселе осы ағайындар. Сондықтан қалай болғанда да жақсылық, амандасуыңыздың да түбі сізге бауырмашылық, ағайындық, басыңызға шарапат алып келетіні. Ақиқат, амандаса жүріңіздер. Мына бізге тоқтаусыз сәлем жолдайтындар, бір-біріне мына WhatsApp желісінде, әртүрлі группада отырғандар, бір-бірлеріңізге амандаса жүріңіздер. Амандасу бұл ағайындықты, бауырмашылықты күшейтеді. Кезінде пайғамбарымызға бір кісі келіп, Құдай маған риза болу үшін не істейін деген кезде амандасуды бұйырған екен. Ва ашфус салама байнакум, орталарыңызда сәлем тарқатыңыздар деді. Бізде қоңырау бар. Ассалаумағалейкум. Тыңдап тұрмын. Әлі. Оу, ассалаумағалейкум. Я, айналайын, тыңдап тұрмын. Я. Әлбетте болады. Енді соседтің үйіне барып дәрет алмаймыз ғой енді. Көршінің үйіне кіріп дәрет алып жүрсек масқара болады. Сондықтан өзіңізді ала бересіз. Екеуі бір, әсіресе қалалы пәтерлерде сіз айтқан әжетхана менен дәретхана екеуі бір жерде орналасқандықтан ала бересіз. Тек қана бір әдебі, ол жерде дұғаларды, Құрандарды оқып кетпейсіз, тез-тез дәретіңізді алып шығасыз. Қатты оқыңыз келіп тұрса, сыртқа шығып оқисыз, немесе кірердің алдында оқып аласыз. Енді ішіңізде қоймай оқығыңыз келсе, онда сыбырлап ішіңізден оқысаңыз болады. Бірақ ол жерде дәрет аласыз, жуынасыз, ешқандай мәселе
мәселе жоқ. Ал енді ол дәретханада, әжетханада тамақ ішуге болмайды. Кейбіреулер бар, алып барып асықпай отырып, одан кейінгі бір әдепсіздік, телефон шығудың қажеті жоқ. Әжетханада отырып алып телефон жазып отыратындар бар, әйелінен қорыққандар. Сол жер жақсы емес енді. Тағы да. Әлі. Алло. Я. Алейкум салам, айналайын. Тыңдап тұрмын сауалыңызды. Тамаша. Рахмет. Баршамызға. Рахмет, айналайын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бір-бірімізге жақсы сөз айту, бір-бірімізді демеу, бір-бірімізді қолдау, бұл ниеттің оңдығын көрсетеді. Кезінде бір кісі шөлде жол жүріп келе жатса, біреу су сұрап тұрған екен. Әлгі түйесінен атынан түсіп, суын алып, жаңағы ыдысымен берсе, беріп отырып бір нәрсеге алаңдаған кезде, жаңағы су сұраған адам суды іше салып, атқа мініп қаша жөнелген екен. Сонда жаңағы қашып баратқан сәтте, анау кісі артынан қуып айтты дейді: айналайын, менің көлігімді тартып, осындай бір оңбағандық іс істегеніңмен ешкімге айтып мақтанбашы депті. Неге десе, ертең күні шын мұқтаж біреуге жәрдем бермей қоймасын бұл халық деген екен. Маған істедің ау, шөтті, мен ештеңе етпейді, кешірермін. Бірақ басқа бір сен өтірік мұқтаж болдың. Бірақ сен сияқтылардың кесірінен шын мұқтаждарға жәрдем бермей қалмасын деген екен да халық. Сол сияқты бір-бірлеріңізге әрдайым сеніммен, құрметпен бір-бірлерімізге жақсы тілек, жақсылық ниет айтсақ, атамыз қазақ бұның формуласын бізге жақсы берген: өсер елдің балалары бірін-бірін батыр дейді деген. Сондықтан рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Біздің қазақ радиосын толқынынан заманыңыздар. Тыңдап тұрмын сізді. Алло. Сәлеметсіз бе? Я. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ұсталғанның өзінде бір құмармен ұсталған екен да, дәрет алғанда да мен көп қыздарды көріп дәрет алғанда қаншама суды ысырап қылып, бірақ мен жан-жағынан бәрі су болып дәрет алған деген ойлаймын. Әлбетте, пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалату вассалам бір күні бір сахабаның суды төгіп дәрет алғанын көрді. Суды төгіп дәрет алғанын көрген кезде пайғамбарымыз бұл адамға ренжіпті. Сол кезде әлгі сахабат сіз айтқандай таң қалып, о Құдайдың елшісі, мен дәрет алып отырмын ғой дегенде, сен теңізге, дарияға шомылсаң да ысырап болады деді. Сондықтан ысырап деген дүние сөзсіз болады. Дұрыс айтып отыр. Қазіргі әлемдегі ең тапшы болатын дүние ол су тапшылығы, айналайын. Сондықтан атамыз қазақ бұны қысқа ғана қайырып, судың да сұрауы болады деген. Суға құрмет жасауымыз керек. Суды ысырап етіп алынған дәрет әдепсіздік жасалған дәрет болады. Сол күйде оқылған намазда әлбетте толыққанды болмайтын шығар. Тыңдап тұрмын. Және қоңырау бар. Ассалаумағалейкум. Алло. Сәлеметсіз бе? Мен байқадым, кейін кешек байқадым. Үйдегілер анамыздың зияратын қойған кезде, ана табличкасына дұрыс емес, өлген қайтқан кезін дұрыс емес жазып қойыпты. Жаңағы тапсырып берген жерді табличкаға 2014 жыл деп. Негізі анамыз 2015 жыл қайтыс болған. Осыны қалай түсуге болады? Табличкасын. Бірінші сұрағым. Одан кейін екінші сұрағым, мен таныстарымнан естідім, Забур жырларын оқы дейді. Біреуден көмек сұрасаң, Алла біреу ғой, кітап төртеп Забур жырларын оқы дейді. Менің көршілер маған жала жауып, сонымен мен үйде 6 жыл қамалып отырмын. Әлбет таппадым, ешбір органдардан. Жақсы. Мен естіген таныстарым айтқан осы қалай дұрыс па? Зираттың жазуы қате жазылған болса, сол орнында жайлап өзгертіп көруге тырысу керек. Егер мүмкіншілік болмаса, тұра берсе де ештеңе етпейді. Ол толық нақты сол числосы, датасы, минут, секундысы маңызды емес. Енді өзіңіздің көңіліңіз үшін түзетіп қойсаңыз болады, ештеңе етпейді. Ал енді Забур жырлары деген мұсылман адамға оқуға болмайды, өйткені ол басқа сенімдегі дүние болып табылады. Алло, келесі сұрақ.
Алло. Алейкум салам. Ай, естіп тұрмын, айтыңыз. Амин. Ең жоғарғы Құран қайсы десе Фатиха сүресі деп айтылады ғой. Сондықтан Фатиха сүресін білген адам оқыса, ең ғажабы дұрысы да сол шығар. Ал енді білген адам білгенін оқиды да, енді қайсыны оқыса да соны оқи жатар. Ал енді қазіргі уақытта бір арабша жазу, латынша жазу бізде соңғы уақыт бір үрдіске модаға айналып бара жатыр. Бұл жақсы нәрсе емес. Ең бастысы, құрметті біздің әуе толқында көрермендер, тыңдармандар, сіздер мынаны түсінуіміз керекпіз біз. Пайғамбарымыздың ұлы бір хадисінде ғажап айтылған сөз бар екен. Әр қазақтың баласына, кез келген мұсылман адамға, ертеңге үміті бар адамға осы нәрсе үмітін алға жетектейтін ұлы дүние. Кімде кім таңда оянғанда сол өмір сүрген елі тыныш болса, оянған адамның таңы тыныштықпен атса, денсаулығы болса, сол күнге жететін, оянған күніне жететін тамағы болса, бұл әлемдегі ең бақытты, ең бай адам осы деген екен. Шын мәнінде денсаулығыңыз болып, өз аяғыңызбен көтеріліп, беті қолды жуатын жеріңізге барып, далаға керіліп, шүкір күнге қарап шүкір айтып, өз аяғыңызбен жүріп, ас үйге барсаңыз, алдыңызда бұйырған асты жеп, аузыңызға шайнап, біреудің көмегінсіз оны жұтсаңыз, өмірдің бақыты сол. Қуанғанда сыймайтын кең далаға, досың жатыр тұншығып емханада, қазы қарта көмейден өтпеген соң глюкоза гемода зем болама деп бір шайыр жырлаған екен. Сөздің соңында сіздерге амандық тілей келе, ертеңгі күндеріңізге нұсқа болсын, үлгі болсын деп мына бір дүниеге көңіл аударғым келеді. Бір жігіт телефонмен сөйлесіп отырып, кафеде отырғанның барлығына менің атымнан кәуап деп айғайлаған екен. Сол кезде алдында тұрғанның бәрі кәуап жеді. Мен 18 жыл күткен перзентімді бүгін хабарын естідім, перзентті болдым деді. Содан әлгі жігіт елдің бәрі кәуап жеді. Бірер күннен кейін бір кісі кәуап таратқан кісіні бала жетектеп барғанын кейін көргенде, балаңыз бар екен ғой, неге кеш алдыңғы күні осыны жасадыңыз деген кезде, алдымда отырған кісілердің бір-біріне сөйлесіп отырғанда сөзін құлағым шалды. Әйел кәуап жегісі келгенде ері әпере алмады. Сол кезде менің атымнан бір кәуап болсын дедім деді. Ал енді сол адамға ғана әпермедіңіз бе дегенде, ерінің абыройы түспесін дедім деген екен. Сондықтан біздің ерлеріміздің абыройы ешқашан түспесін. Еріміз аман, жұртымыз тыныш, бақытты күндеріңіз көп болсын ағайын. Аман болыңыздар, жұмаға жүздесейік.